адалдық деген сөздің бәрі мәнін түсінесіңдер ғой, иә? Адалдық ол адамгершіліктің аса маңызды талаптарының бірін бейнелейтін моральдық қасиет. Адалдық ол өзінің бойына шыншылдық, принциптілік және әділдікті қамтиды. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, ержет, бекер, мал шашпақ, 5 тұспаңын білсеңіз. Оны амандық көрсең әкеті, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлі, оны ойға салсаңыз, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз. Адалдықтың маңызы. Адалдық қоғамды біріктіреді және адамдар арасындағы сенімділікті арттырады. Мәдениетімізде адалдық ең жоғары адамгершілік құндылықтардың бірі. Қазақ халқы адалдықты ерекше бағалап, оның тәрбиенің негізі деп санайды. Бала кезінен, балаларды кішкентай кезінен адалдыққа үйрету керек, себебі олар шыншыл, яғни әділетті болып өседі деген ойдамыз. Тәрбие. Адалдық тәрбие арқылы қалыптасатын қасиет. Балаларды адалдыққа тәрбиелеу үшін оларға шыншылдықты, жауапкершілікті үйрету керек. Кезекте топтық жұмыс. Яғни аулаларыңызда тұрған ақпараттарға адалдық адам кейпінде қалай көресіздер және оған мінездеме бересіздер. Осы суретпен адалдық әрдайым қайталанады және жақсылық жасасаң, ол саған әрдайым екі есе келеді деген мысалмен оймен салдым. Мысалы, егер сен өз досыңа қанағат болып, адал болып, оған мысалы бір тосын жасап, көңіл-күйін көтеріп, немесе досыңа жақсылық жасасаң, онда ол қалай да болсын досыңнан емес, мүмкін басқа адамнан, бірақ қалай да ол тосын немесе ол жақсылық саған әрдайым келетін болады, бірақ ол екі есе болады. Және де біз әрдайым шыншыл, мейірімді, ақкөңіл болуымыз керек. Біз әрқашанда адамдарға мейірімділік көрсету керек. Біздің қанша қолымыздан қанша келеді, соның барын адамға көрсету керек. Адамның сырт келбетіне қарап бағалауға болмайды. Себебі адамның ішінде қандай жақсылық бар, жаман емес, білмейміз. Сол үшін сырт келбетіне қарап бағалауымыз керек. Іс-әрекетінен бағалаймыз. Іс-әрекетінен көрейік. Бұл суретте біз осы жақсы адам мен жаман адамның өмірін бейнеледік. Жаман адам әрқашанда өмірі сұр мен қарамен өтеді. Ал болса жақсы адам, ол мейірімді болса. Адал адам бол дегеніміз, ол әрқашан көмекке келіп адамдарға жақсылық жасау, достарыңды сатпау. Осы суретте мен таразының бейнеленген, себебі таразы ол әділдік пен теңдіктің белгісі болып табылады. Ол дұрыс пен бұрысты таразыға салып, әділ шешімді қабылдауға білдіреді. Және адалдық ол адамның ең асыл қасиеті болып табылады. Адалдық адамның жеке басы мен моральдық тұлғасын сипаттайды. Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиет. Мен бұл бейнеде бір адамның бетін екіге бөліп, арам мен адал болып салдым. Адал адам ол өзінің ғана пайдасын ойламайды, ол өте мейірімді және қуанышты болып жүреді. Ал арам адам өзінің пайдасын ғана ойлап, әрдайым көңіл-күйсіз болып жүреді. Кезекте жағдаяттық талдау. Ұлдарды ортаға шақырамыз. Тәуекел сабақтан кейін дүкенге барып қайтайық. Жарайды, барып қайтайық. Не жеңге деп алып берейін. Қалайсыңдар? Мен сендердің мектептеріне жаңадан келген оқушымын. Менің атым Ербатыр, сенің атың кім ше? Мұрагер, қай сынып оқисың? Мен сендердің класстарыңа ауыстым. Сендер қайда бара жатсың? Қалайсың? Сендер қайда бара жатсыңдар? Біз дүкенге бара жатырмыз. Мен де сендермен барсам бола ма? Мен барсам бола ма сендермен бірге? Жоқ, Тәуекел, сен бізге келмей-ақ қойшы. Біз өзіміз барып қайтармыз. Біз өзіміз барғымыз келеді. Тәуекел, мен анама звондап айта салшы, ол мені іздеп жатқан. Жарайды, Мұрагер. Сенімен жүргенімді айтшы. Себебі мен сенімен жүрсем, ол уайымдамайды. Мұрагердің мамасы, мен Мұрагердің досы Тәуекел. Бұл мен Мұрагердің жағдайы жақсы, бүгін бірге жүрміз. Оның жағдайын уайымдамаңыз. Мұрагер, болды, айтып қойдым. Жақсы, сау бол, Тәуекел. Осы жағдаяттан біздің түсінгеніміз, яғни ата-анаға өтірік айтпау керек. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өзіміз осы адалдық сабағымызға келіп тексеріс жасайық.
тақтаға назар аударыңдар. Адал дос дегенді қалай түсінесіңдер? Бір ауыз сөзбен адал дос дегенді қалай түсінесіңдер? Кім айтады? Энжу. Адал дос деген ол өз досын ешқашан сатпайды, қиын кезде көмектесіп жүреді. Адамға не әділ болуға ұмтылу адамға не үшін қажет? Әділ болу өз досыңа, яғни тек қана досқа емес, өзіңнің отбасыңа, өзіңнің сыныбыңа, үлкендерге әділ болу керекпіз. Яғни біздің адамға деген ақкөңілдігіміз, ақылдылығымыз, басқа да адамдарға көңіл бөлуіміз. Мына балалар қандай қорытынды ой түйдік? Адалдық адамзат өмірінің негізі. Яғни әр қашанда біз отбасымызда да, мектепте де, ата-анамыздың алдында да, достарымыздың алдында да, жалпы қоғамның алдында да қандай өмір сүруіміз керек екен? Адал өмір сүруіміз керек екен. Көңіл қойып тыңдағандарына көп рахмет.